Ал енді ағайын кәсіпкерлер, достар, бұл сюжетте біз енді барлық осы мүмкіндіктері айтылды. Қазіргі таңда повышение компетенции, біліктілікті арттыру, кайдзен ендіру барлығын осы алдыңғы сюжеттерде көрсеңіздер болады. Төртінші қадам деп сюжетте белгілеп YouTube каналыма енгіздім. Енді осы бағдарламаларға қалай қатысу болатын? Бірінші қадам өзі негізі сайт бар. Мен бағана айтып өттім. Казиндустрия және экспорт орталығы, Казиндустрия деп айтылады. Соның арнайы сайты бар. Соған кіріп көрейік. Міне бірінші біз Казиндустрия деген сайтына кіреміз. Қараңыздар. Казиндустрия деген сайтқа кірген кезде бірінші қадамымызда стимулирование бизнесі, кәдімгі бизнесті қолдау деп айтуға болады. Соған кіреміз. Қараңыздар, ішіне кірсек, ішіне кіреміз. Бұл жақта міне бағдарламалар шығады. 1, 2, 3 деп бағдарламалар 4, 5, 6. Негізі ең керегі осы айтылған менің сюжетімде бұл бірінші міне бағдарламасы возмещение части затрат направлено на повышение производительности труда субъектов промышленной инновационной деятельности деп айтқан. Енді міне бағана мен айтылған, қарапайым тілмен айтылған көрсетілген слайдтарда сөздер міне сол мүмкіндіктер осы жерде жазылған. Енді қараңыздар. Мына бірінші қадам деп подробно басамыз. Осы бірінші возмещение затрат, мына бірінші бағдарламаға ішіне кіреміз. Ішіне кірген кезде кәдімгі 4 бағыт белгілеп қойған. Соның ішінде бағанағы біліктілікті арттыру, цифрлық технологиялар енгізу, технология процесстері дамыту және кәсіпорынның әрі қарай даму жолдарына көмектесу деп жазып қойған. Енді айтып жатырмын ғой, менің мақсатым осы слайдтармен не үшін мен қарапайым тілмен кішкене яркий форматпен беріп отырмын. Себебі сайтқа қараған кезде немесе басқа документтер көрген кезде көп адамдар түсіне бермейді. Сол себептен мен соны ең түйінін алып, ең керегін, ең қажетті біздің кәсіпорындарға қажетті ақпарат алып, соны біріктіріп, кәдімгі осы YouTube каналыма өзім арнайы ақпаратым бар, соны енгізіп жатырмын. Презентациям бар, оны арнайы жеткізіп жатырмын. Енді қараңыздар, міне біріншісіне қараңыздар, міне 4 бағыт белгіленген, бана айтып өткендей. Міне біріншісі біліктілікті арттыру. Төменге түссек, ол жақта міне жазып қойған 40%-ға дейін 30 миллион шектеу беріп қойған деп. Енді осында кәдімгі қандай документтер керек екен жазып қойған. Сонымен бірге мына жақта инструкция, необходимые документы және подать заявку деп жазып қойған. Енді бірінші инструкцияға кіріп көрейік. Инструкцияға кірген кезде қараңыздар. Инструкцияға кірген кезде осы кәдімгі алгоритм, механизм, кәдімгі осы бағдарламаға қатысу қалай болатын осында жазып қойған. Осы толықтай оқысаңыздар болады. Бұл жақта 24 бет, кәдімгі бірінші қадам, екінші қадам деп жазып қойған. Осы жерде көрсеңіздер болады. Келесі, необходимый документы, қажетті құжаттар. Соның ішіне кіріп көрсек, арнайы парақша ашылады. Міне мына жерде жазып қойған. Қажетті құжаттардың мәлімдемесі, не толықтай бұл жақта 3 бет, не көрсеңіздер болады. Келесі, подать заявку. Енді осында да сайт арқылы осы бағдарламаға қатысам деген ұсыныс тастауға болады. Енді оған кіріп көрейік. Не бұл жақта негізі регистрация жасау керек екен. Не регистрацияға кіріп көрейік, кәне. Регистрация жасап көрсек, мен мына жақта аты жөні, иін, номер телефоны кәдімгі регистрация талап етеді екен. Міне әрбір 4 бағдарламада, 4 бағытта осына төменде осы сайтқа кіріп көрсеңіздер болады. Мына инструкциясы бар, қажетті құжаттар және заявканы беруге болады. Сонымен бірге келесінеге кірейдік. Міне біздің кәсіпорынның өзін шығарып жатқан өнімді Қазақстанға сатуға арналған бағдарламасы. Ішіне міне кіріп көрейік. Міне мына жақта жазып қойған. Ішіне кіріп көрсек, бұл жақта да жазып қойған 50%-ға дейін, не бағана мен өткенде көрсеткен нәрсе, 50%-ға дейін. Мына 3000 МРП деп жазып қойған. 3000 МРП бұл 9,2 миллионға дейін шектеу деп жазып қойған. Міне мына жерде на консультационные услуги және на продвижение отечественных товаров деп жазып қойған. Не регламент, қандай біздің осы
кәсіпкерге талап қойылған регламенттер. Және сонымен бірге мына жақта қажетті құқықтық актілер жазып қойған. Қандай құжаттарға осы мекеме сүйініп жатқанын сол жақтан мына белгілеп қойған. Кәдімгі ішіне кіріп скачать етуге болады. Мына жерде көрсеңіздер болады. Міне қараңыздар. Міне біреуіне кірдім. Қажетті документтер, құжаттар мына жерде жазып қойған. Скачать. Условия возмещения затрат. Не жазып қалай? Не, условия возмещения части затрат бұл осы мекемеге қалай біздің кәсіпорындарға қаражатты өтеуіне кәдімгі алгоритм беріп қойған. Сонда ішіне кірсек болады. Міне мына жерде жазып қойған правила возмещения кәдімгі. Енді мен не үшін беріп жатырмын? Менің мақсатым тек қана мына YouTube-та енді көрді, көбісі ынтасын білдірді, осы жақсы екен ғой бағдарлама, мен соған қатысып көрейік. Енді қай жақта көрсек болады? Міне арнайы осы НАЦ компанияның арнайы сайты бар. Сол сайтта мен сіздерге сайттың ішінде қалай жұмыс жасауға көрсетіп жатырмын қарапайым тілмен. Енді көп сұрақтар туындайды, енді кімге хабарлассақ болады? Бұл жақта да мен әр сюжетінде енді соңында деп белгілеп жатырмын. Соңында телефондарын береді. Бұл жақта негізі жұмысшы телефонын беріп қойған. Бірақ ішкі номері бар. Мен өткенде өзімді хабарластым. Оны ішкі номерін терілуге, оны менің сюжетімнің соңында ішкі номерінде көрсетіп қойған. Осы жұмысшы телефонға хабарласып, ішіне автоответчик шығады. Сол автоответчиктен кейін ішкі номерді теріп, сол осы бағдарламамен айналысатын азаматтарға тура түсу. Сонымен бірге мен осы бағдарламамен айналысатын сол департаментте істейтін азаматтармен хабарластым. Солардың арнайы сотовый телефондарын да алдым. Оны да сюжеттің соңында енгіземін. Сол себептен мен де қарапайым тілмен осы қалай сайтпен жұмыс жасауға болады, қандай сайт, ішіне не бар, және қалай кірген дұрыс, соны сіздерге кішкене қарапайым тілмен жеткізіп отырмын. Әрі қарай басқа бағдарламаларды ашуға ниет жасаймыз. Сау болыңыздар. Көздеріңді көздерің сұра